Senin vağı var, Çingizхан otanına kaytу керек. Olama болудың керегі жоқ, Çingizханның түрік екенін білу үшін. Шешесі нағашы жұрты Қоңырат. алған бәйбішесі бөрте Қоңырат қызы. Одан туған 4 ұл түгел түрік қыздарына үйленген. Бүкіл Çingizханның әскерін басқарған бас қолбасын ояндар кім? Бүкіл Қытайды бағындырып берген мұқалы жадайын. Атақты Жебен оян арғын. Ал Çingizхан әскерін бүкіл Мысырға дейін бастап барған атақты қолбасы Кеттұқа Найман. Біз отаршылардың насихатына сеніп, Çingizхан жауыз, Çingizхан басқыншы, Çingizхан қанышы дегенге сеніп, біз бабамыздан безіп кеткенде Çingizханға ие болған моңғолдар дедім. Енді Алтын Орда 3 ғасыр бойы Евразияны билеп тұрды. Орыстардан ұмытпайды кімге бодан болғанын. Çingizханды түрікке жақындатпаудың барлық шарасын істеді олар. Аз қалып моңғолдарға, мынау сендердің бабаларың мынаған ие болыңдар деп соларға ұстатып қойды. Çingizханның заманында моңғолдар 20-30 мың ғана шамасындағы аз тайпа болатын. Çingizханның жер қайысқан қалың әскерін жасақтау моңғолдың қолынан келмейді. Тарихты өтіріктен тазарту керек. Қытайлар не жасады? Кино, әлгі көп сериал. Құрылтойлар арақпен басталады, арақпен аяқталады. Çingizханның әулеті олай болмаған. Арақ ішпеген кезде. Қазір дәлелденіп отыр, Çingizхан ислам дінін ұстаған. Бүкіл өрендері де бәрі де. Ол керек болса.